Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше бір жәдігерлермен таныстырып өтетін боламын. Бұл жәдігер 2021 жылы Бытығай қаласынан табылды. Бытығай қаласы Ақмола облысы Қорғалжың ауданында орналасқан Бытығай ескерткіштер тобы. Оның ішінен біз шеберханадан осындай көне диірмен тас таптық. Бұл алып тас көп ойлайды дән үгіткенге арналған деп, бірақ біздің ойымызша бұған дән үгітпеген, бұған арнайы шеберханадан тастарды үгітіп, оны 1000 градус температурада күйдіріп, одан арнайы кірпіштердің бетін сырлаған, яғни бояу өндіретін шеберханада қолданылған ерекше тас. Осындай жан-жағында 3 айландыратын, ағаш салатын айландырған ба не екені белгісіз. Осында 3 тесігі бар, ортасында біреу, негізгі тесігі, одан жанында екінші тас бар. Екеуінің құрамы енді тастар әртүрлі. Біздіңше бұл екінші тас астыңғы жағында орналасқан тас, анау үстіңгі жағында орналасқан тас. Екеуі де бір жерден табылды. Бұған 2021 жылы археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген болатын. Екінші осындай тағы бір тастың бөлшегі Қорғалжың ауданынан Бытығай кесенесінің жанынан табылды. Бұл өздеріңіз білетіндей 20 ғасырдың ортасына дейін арнайы дән үгіткен тас. Бұның бір ерекшелігі, ортасында артқы жағын айландырған кезде осындай 4 бұрыш арнайы ізі бар. Бұл арнайы операциялаған ба деп ойлаймыз. Екіншісі бұндай тағы бір тас. Бұл да Ақмола облысында арнайы экспедиция барысында табылды. Бұл өздеріңізге көріп жүрген 20 ғасырдың ортасына дейін қолданған арнайы дәнді дақыл үгітетін диірмен тас. Тіпті кейінгі күнге дейін әже апаларымыз оны қолданған. Кейбір тастарда арнайы арабша жазулар, тоқалар, сүрелер, аяттар болған. Мына жерде краска жағылған екен, біз бұны жазу ма деп ойладық, бірақ жазу емес болып шықты. Енді біздің ғалымдар бұны трассологтар келеді. Трассологтар дегеніміз тасты зерттейтін ғалымдар, яғни тасты микроскоппен қарап зерттейді. Жаңағы тастың ортасын ашқан кезде осындай шағын темір шықты. Мүмкін тасты жылжып кетпеу үшін ұстап тұрған темір болуы мүмкін. Одан екінші тас диірменді бізге Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданына кеп өткізді. Тас 19 ғасырға тиесілі. Қараңыздар, түп түзу әдемі орналасқан тас. Бұл да 20 ғасырдың ортасына дейін қолданған осындай диірмен тас. Жалпы бізге келген осындай үлкен алып тастар Ақмола облысы бойынша алғаш рет табылып отыр. Бұл жаңағы Қорғалжың ауданы, Қорғалжың ауданының жанында Бытығай кесенесінің жанында шеберханадан табылды. Бытығай жалпы 19 ғасырдың басынан бастап шетелдік саяхатшылардың, орыс саяхатшыларының аузында жүргізілген қаланың орны. Соны біз 2021 жылдан бастап зерттеп, осындай үлкен жақсы жетістіктерге қол жеткіздік. Қарасаңыздар, мына красканың де орны бар. Шеберханадан арнайы сыр дейміз ғой, красканы жасап, оны күйдірілген кірпішке жағып, әртүрлі терракоталық кірпіштер жасап, соларды краскілейтін шеберхана болған. Жанында үлкен мавзолей салынған кесене, сол кесенелерге арнайы кірпіш шығарған деген болжам бар. Сонымен бірге жанындағы маңайындағы басқа да кесенелерге сол жерден кірпіштер шығарған. Үлкен кірпіш заводы болған ғой, былай айтқанда. Жалпы қазақ даласында кез келген кесене салатын кезде жанына үлкен кірпіш күйдіретін пеш салады. Бір ерекшелігі, осы кесенеден қасқырдың табаны басылған кірпіштер шыққан. Мен оны алдыңғы видеомда салған болатынмын. Қарасаңыздар, табасыздар.
Достар, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жәдігерлердің барлығы Астана қаласындағы Бозоқ музей қорығында осындай экспозиция залында тұр. Келіп, көріп, танысып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл жерден өте бір құпия, ішінде сұйықтығы бар құмыра табылған. Достар, қолдап отырыңыздар.